Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздер мен Алтынай. Бүгін сіздерге картопты өте дәмді етіп пісірудің ерекше бір тәсілін көрсететін боламын. Қараңыздаршы, керемет, иісі де керемет, дәмі де ерекше болып шығады. Менімен бірге соңына дейін видеоны көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер, қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Алдымен картоптарымызды жақсылап жуып, суда пісіретін боламыз. Кішкене тұз септім. Картопымыз дайын болғанша ірімшігімізді дайындай берейік. Алдымен ірімшігімізді теркадан осылай өткізіп аламыз. Сары майды бөлме температурасында алдын ала шығарып қойыңыздар. Енді осының барлығын араластырамыз. Ірімшігімізге сары майымызды салып, қара бұрыш тұзымызды дәміне қарай қосамыз. Және де укропты майдалап турап салып жүрсеңіздер өте керемет дәм болады. Мен кептірілген түрін қостым. Осыны жақсылап араластырып қоямыз. Және үстіне сарымсақты, яғни чеснокты теркадан өткізіп салатын боламыз. Қазір мен формамды дайындап жатырмын. Духовкаға қоятын формаңызды осылай кішкене астын майлайсыздар. Үстіне картопты екіге бөліп қоятын боламыз. Осылай картоптың қабықшасымен қойсаңыздар да болады, немесе қабықшасын ашып қойсаңыздар да болады. Екеуі де дәмді болып шығады. Мінекей, мен сарымсақты теркадан өткізіп жатырмын. Теркадан өткізіп, жаңағы біздің ірімшігімізге салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып, картоптың бетіне толықтай жағып шығамыз. Қасықпен, қолмен әдемілеп, тегістей барлық және жететіндей ғып жағамыз. Духовканы алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 15-20 минуттай ұстаймыз. Мінекей, біздің картопымыз дайын. Иісі деген бұрқырап тұр. Әдемі, дәмі де керемет болып шығады. Ірімшік сарымсақтына бетіне ғана жақсақ та, картоптың ішкі жағына сіңіп керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.